Ауылым алтын бесігім Алматы облысы Қарасай ауданында осындай тақырыпта форум өтті. 5 мыңнан астам адам қатысқан жиында мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев сөз сөйледі. Туған жеріне арнайы ат басын бұраған елбасы отан жайлы ой толғады. Елімізде 7 мың ауыл бар, барлығы да айтулы жетістіктерге жеткен. Облысқа келетін болсақ, былтыр ондаған нысан іске қосылып, 20 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылды. 720 мың шаршы метр тұрғын үй қолданысқа берілді деген президент. Жетісу өлкесінің дамуы ұдайы назарда екенін атап өтті. Қазақта ауылым алтын бесігім деген киелі сөз бар. Әркімге өзінің туған жері ұйық. Біз қазақтар үшін дүниенің қай түкпірін аралап жүрсек те, қанша әсем қалалар менен өңірлерді көріп жүрсек те, дүниеде жалғыз еліміз бар, жеріміз ол қазақ елі. Жалғыз отанымыз ол Қазақстан. Бүгін қазақтың баласының аяқ баспаған жері жоқ. Дүниенің барлығы ашылды алдында. Соның бәрін аралап жүргенде, бір күн боларсың, 2 күн көрерсің дегенменен отаныңа жететін ешнәрсе жоқ. Ал отаныңды сүю деген, отаныңа деген сүйіспеншілік, ол отбасыңнан, қындығың тамған жерден, ұшқан ұяңнан басталады.